Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мынандай жағдай болып жатыр. Мына Алматыда, Талдықорғанда осындай генераторлар сатып жүреді көшеде. Сығандар ма, түріктер ма, солардан алмаңыздар. Ол лохотрон. Мына генератор 5-5 деп тұр, әне. 5-5. Бірақ елдер ойлайды, осыны 5-5 киловатт деп сварка салады. Бұл 5-5 емес, бұл 2-5. 2-5 киловатт. Оның үстінде мынау қалада, Алматыда 130 мың тұрады, 2-5-ің. 6-5-ің 270 мың тұрады. Плюс-минус. Мынаны бір қазақ сатып алған Сығаннан 270 мыңға. Алданып қалды. Сонымен мынау жаңа генератор міне. Көшеде сатып жүрген ана Россияға көшіп баратырым, ойбай, міне документі бар, липовый документ сата нетеді, көрсетеді, міне миллионға алғам, 400 мыңға берем, Россияға көшем дегендерді ешкім сенбеңдер. Сығандар, түріктер ма, в общем, сондай адамдар сатып жүреді көшеде. Үстіне бензопила қосып берем, штиль, оригинал деп, ондайға көп алданбаңдар. Ондайларды көрсеңдер, өздерің білесіңдер не істейтіндеріңді. Боқтайсыңдар ма, сабайсыңдар ма. Көшеде сатып жүрген, мәшемен сатып жүреді, осындайлар көп қаптап кетті. Мына кісі сатып апты 270 мыңға. Өз бар жоқ 120 мың тұрады. Мына наклейка өтірік, Honda. Honda деп тұр, 5-5, 5-5 жоқ бұл, 2,5 киловатт. Мен бұның мастерімін. Мен көзім жұмып тұрып жасайын. Бұл қанша киловатт екен? 2,5 киловатт қана. Мына жерде көрсетіп тұр мұны. 5 деп. Елдер осыны ойлайды. 5-5 о жақсы екен деп. Сығандар документті өтірік көрсетеді. Міне печаты бар, бәрі бар, көрсетеді. Бірақ сенбеңдер. Барынша таратыңдар бәріне, Қазақстан бойынша. Қолдан келгенше репост басып тұрыңдар, чтобы елдердің бәрі көрсін. Bir адам қалмай.